Сәлем қыздар, сіздерге мен Айсұлу бүгін өте жеңіл әрі де тәтті торттың рецептін ұсынып отырмын. Бізге дайындауға бар жоғы 10 минут қана уақыт кетеді. Алдымен біз 6 үлкен қасықта ұнымызды дайындап аламыз. Одан кейін бізге қопсытпа керек. Ванильді сахарын араластырамыз. Және де 2 үлкен қасықпен какаоны араластырамыз. Келесіде бізге керегі 2 жұмыртқа. 2 жұмыртқамызды біз 6 үлкен қасықпен қантпен араластырамыз. Өте жақсы араластыру керек қант ерігенше. Және оған біз 100 грамм сүтімізді қосамыз. Енді екеуін араластырып, қамыр дайындаймыз. Қамырымыз бізде қатты қою болмау керек. Сол себепті бөліп араластырыңыздар. 100 граммда күнбағыс майын қостық. Алдын ала дайындаған пешімізге енді осы қамырымызды десек болады, құямыз формамызға 20-22-ге және пісіреміз. Бисквитіміз дайын болды. 25 минутта 185 градуста пісіп шықты. Оны 2-ге бөліп суытып қойдым. Ал әзірге 20% қаймақпен мен сахарный пудраны, яғни қант пудрасын араластырамын. Оны қолмен араластырсаңыз да болады, яғни болмаса миксермен араластырғаныңыз тезірек болады. Міне креміміз осындай болып шықты, дайын. Енді безендіруге мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Әрине әркім өзінің ойына байланысты безендірулер жасаса болады. Жемістер болмаса, тәттілер қандай да бір. Тортымыз бізде өте тез дайындалды және дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.